Баршаңызға қайырлы күн. Тағы да менің YouTube көрермендерім, сіздердің назарларыңызға уәде етілгендей, параграф нөмір 2, 17 ғасырдағы ағылшын буржуазиялық революциясының екінші бөлімін ұсынып, біздер өткен сабақты сонымен либеллер қозғалысы туралы, оның құрылғандығы туралы айтып едік. Енді сол тақырыптан бастан одан әрмен қарай біздер жалғастыратын боламыз. Әскерде ұсақ буржуазия арасында сонымен либеллер деген партия құрылады. Бұлар теңестірушілер деп аталады. Өздерінің саяси партиясы қалыптасты. Олардың басты мақсаттары қазір біздер айтатын боламыз. Сөйтіп олардың көшбасшылары кетеді бізде. Олар Лильберн, мінекей, Джон деп айтатын еді, ұмытпасам, сосын Уильям Уолвин деген кісі, сосын Роберт Овертон деген кісі. Лильберн, Уолвин, Овертон және. Мүмкін боламыз, сонымен кәдімгі жаттап алу керек болады. Жалпы ұлттық бірыңғай тестілеуде негізі мүмкіндігінше адам аттарын негізі көп қоймауға тырысады. Сонда да бірақ біліп жүргендеріңіз негізі артық етпейді. Сөйтіп либеллер партиясының негізгі талаптары бұлар біздерде мынандай: демократиялық заңдарды әзірлеу, парламенттің халық алдындағы жауапкершілігін күшейту, сосын парламентке бақылау орнату керек деген бұлар. Халықтық кез келген парламент себебі деген король мен ымыраға келіп, компромиске келіп, олар өздерінің дегендерін жасап тастауы мүмкін халықтың қатысуынсыз. Сөйтіп лордтар палатасын жоюды ұсынады. Осының ішінде енді қарасаңыз, жалпы ең шындыққа сәйкес келмейтін, жалпы реалды емес, пафосқа толы бұл лордтар палатасын жою болып тұр ғой. Себебі лордтар палатасын жою ол уақытта өте енді мүмкін емес жағдай. Енді осы бағдарламалардың барлығы бізде бұл мыңдаған қала тұрғындары ремонстрация деген бағдарлама деп айтылады. Яғни осы мыңдаған қала тұрғындарының ремонстрация деген құжаттың ішінде осы талаптар болған. Ол талапты сонымен ұсынушылар дейтін болса, онда Лильберн, Уолвин, Овертон деп айтамыз. Ары қарай кеттік. Сөйтіп 1647 жылы ағылшын революциясы буржуазиялық демократиялық жаңа кезеңге өтеді. Осылайша енді біздер айтып жатырмыз, сонымен 1645 жылы король деген Нейсби деген қаланың түбінде жеңілді, сонымен парламенттің әскерінен. Енді парламенттің ішінде дискуссия басталған, пікірталас басталған. Англияның енді келесі тағдыры қандай болады, басқару жүйесі қандай болады, монархияға қайтып келе ме, конституциялық монархияға қайтып келе ме, әлде жаңа бір форматта бір республикалық басқару жүйесін енгізе ме деген сияқты үлкен дискуссиялар басталады. Осы кездерде парламенттің корольмен келіссөздері бүкіл ел бойынша демократиялық күштердің наразылығын туғызады. Бұлардың мынау қауіптенген нәрсесі сонымен іске асқандай болады. Бұлар деген сонымен енді былайша айтқан кезде корольдің қай жерде жүрсе де бұл Англияға тағына қайтып келуге толық мүмкіндігі бар адам екендігін ескере отырып, олар былай деп есептейді: әскер мен қарапайым халық тез арада сонымен корольді жазалау керек, әйтпесе бұл мемлекетке төнген қауіп. Осылайша мына кезінде парламенттің әскерін жасақтаған Кромвель, оның қасындағы атақты Ферфакс деген сонымен граф болған. Сол екеуі қысқасы, ол екеуі индепенденттер партиясының мүшесі болған. Яғни индепенденттік генералитет екі басқарушыны айтып отыр. Парламенттегі пресвитериандық сонымен көпшілікпен олар байланысын үзеді ортада. Қысқасы, олар деген парламенттегі корольдің пікірін жақтаушылар, ықтималдығы жоғары, сол адамдармен байланысын үзеді. Әскермен бірігуге мәжбүр болады. Көптеген адамдардың пікірін қолдауға мәжбүр болады да, сөйтіп бұлар деген нәтижесінде солдаттардың жағына шығады. Ал солдаттар деген бұлар корольді жауапқа тез арада тарту керек деп есептеген. Сонымен жауапқа тартуды ұсынады еді. Енді келесі біздерде ары қарай мынандай нәрсе кетеді. Енді мына жерде жазып қойдық, мінекей солдаттар корольді жауапқа тартуды талап етті. Сөйтіп корольді олар деген екі ортада Ньюпорттан Хёрст деген түрмеге әкеліп қамайды оны деген. Енді осы жерде кітапта бізде түсіндірмейтін болған, оны бұрынғы базаларда береді. Бізде жалпы негізі шотландықтардың тұтқында болды деп айттық қой біздер бірінші Карлда. Елдің солтүстігіне қашып кетіп, ол сол жерде тұтқынға түсті. Оның алдындағы сабақта айтқан болатынбыз. Сол шотландықтар бірінші Карлды ағылшын парламентінің өзіне 800.000 фунт стерлингке сатып жіберген деп айтады. Соны сатып алған парламент деген Ньюпорт деген түрмеден Хёрст деген түрмеге ауыстырады. Осы кезде үлкен мынандай оқиға болады сонымен. Полковник Прайд деген кісі парламенттегі корольмен сонымен компромиске, ымыраға келуі мүмкін деген адамдардың барлығын күмәнданып, олардың барлығын парламенттен қуып шығады. Корольмен жақтасуы мүмкін деген күдікке ілінген депутаттардың барлығын парламенттен қуып шығады. Бұл оқиға тарихта Прайд тазалығы деп аталады. Прайд тазалығы деп аталады. Сөйтіп, жоғарғы сот, ағылшынның жоғарғы соты, яғни парламент ұйымдастырған жоғарғы сот, корольді соттау туралы шешім қабылдайды. Ақыры сол соттың шешімімен 1649 жыл қаңтар айында 28 қаңтар деп береді, кейбір деректер 26 деп береді. 1649 жыл қаңтар айында бірінші Карлдың Уайтхолл деген алаңда сөйтіп басы шабылады осылайша. Сөйтіп Англия мамыр айында 1649 жылдың
республика деп жарияланады. Яғни басқару жүйесі сонымен республика деп жарияланды. Енді осы жерде оқушылардың сонымен сұрағын туғызатын бір мынандай нәрсе бар. Бізде қазақша кітапта сонымен нақты бермейді. Республикалық құрылған кезде Англияның нақты республикалық өмір сүрген шеңберін нақты бермейді бізде. Негізі оны біздер шартты түрде 1660 жылға дейін деп түсінеміз. Оны алдыңғы сабақтарда айтатын боламыз. Енді кіріспе ретінде айтып кетейік. Жалпы республика сонымен шартты түрде 49 мен 60 жылдардың аралығында өмір сүрді деп есептеледі. Неге 60? Себебі 1660 жылы парламент құпия түрде келісімге келіп, мына Кромвель 58-де өлгеннен кейін оның орнына келген баласы Ричардтың билігін 60 жыл тоқтатады да, сөйтіп 1660 жыл қайтадан монархия орнайды. Бұл бірінші Карлдың баласы, екінші Карл Голландиядағы сонымен эмиграцияда жүрген жерінен Англияға қайта оралады. Ол енді бізде мына жерде әзірге айтылмайды. Сөйтіп, егер республика жарияланды деп сұралса бізде 1649 жыл мамыр, ал қай жылға дейін өмір сүрді десе, негізі 1660 жылға дейін өмір сүргендігімізді білеміз, бірақ ол бізде кітапта, қазақша кітапта айтылмайды. Сосын екі ортада оқушылар ұмытпаймыз, 1654 жыл Кромвель деген әскери диктатура орнатады. Ол деген Англияның, сосын Ирландияның, Шотландияның лорд протектор деп жариялайды ғой өзін. Соның билігі біздерде әскери диктатура деп аталған. Яғни ол деген мемлекетте республиканың шеңберінде әскери диктатура орнатқан, осыны ұмытпаймыз. Демек, Кромвельдің әскери диктатурасы ол республиканың шеңберіне ішіне кіріп кетеді деп есептейміз. Себебі біздер республика 1660 жылға дейін өмір сүрді деп жатырмыз. Келесі біздерде ары қарай соғыс пен дағдарысқа байланысты халықтың жағдайы нашарлайды осы оқиғалар кезінде. Осы кезде мына левеллер деген партияның ішінен шынайы левеллер деген партия бөлініп шықты. Олар өздерін диггерлер деп атаған, жер қазушылар деп аталады немесе. Сөйтіп осы қозғалыс пайда болады, халықтың кедей бөлігі көбі осындай үлкен талаптар қояды. Ол қандай талаптар десеңіздер, біздерде мүлік теңдігін орнату бүкіл мемлекеттің ішінде, жерді қоғамдастыру деген андай жекеменшік деген нәрсені жоюды айтып отыр. Сосын халықты қанауды тоқтату. Қанау деген біреудің еңбегін тегін пайдалануды айтамыз деді. Осы енді мына шынайы левеллерлердің басшысы немесе диггерлердің басшысы бұл Джеральд Уинстонли деген кісі болғандығы бізде айтылады. Ары қарай енді келесі біздерде Ағылшын Республикасы 1649-да жарияланды деп айттық. Оның алдында тұрған бізде міндеттер бар. Independent Gentry және буржуазияның билігін нығайту міндеті. Осы ретте Англияның республикасына үлкен, былайша айтқан кезде контрреволюциялық қауіп төндірген болып есептелетін ол Ирландия мен Шотландияның территориясындағы роялист қауіп-қатер дейді. Бұл жерде оның кітап негізі айтпайды бізде, себебі мына бірінші Карлдың ұрпағы болып есептелетін екінші Карл мына Ирландияның, Шотландияның территориясы арқылы Англия республикасына қайта-қайта шабуыл жасаған. Осы кезде Оливер Кромвель өзінің теміржондылар деп аталады, немесе Ironsides дейді. Теміржондылар армиясын бастап Ирландияның территориясына шабуыл жасайды. Ирландияның территориясына шабуыл жасайды, кейін Шотландияның территориясына шабуыл жасайды, сөйтіп екі мемлекетті жаулап алады. Сөйтіп бірінші Карлдың қолынан келмеген шаруа ақыры Оливер Кромвельдің қолынан келді. Сөйтіп ағылшындар контрреволюцияға қауіп төндіруі мүмкін деп Ирландиядағы, Шотландиядағы корольдік жүйені жойды, оны Англияның өзінің территориясына қосып алады. Сөйтіп осы уақытта осындай оқиғалар болып жатқан кезде Англия республикасынан төнетін қауіпті ойлап, яғни Англия республикасын Испания, Швеция, Франция секілді мемлекеттер ресми түрде таныған. Ресми түрде таниды. Яғни бұл не деген сөз? Дипломатиялық байланысты орнатып, онымен келіссөздер жүргізуге толық болады деген сөзге келісті деген білдіреді. Енді ары қарай бізде келесі тақырыпша кетеді. Бұл кітапта Оливер Кромвельдің протектораты. Осы жерде протектор деген сөзге назар аударайық. Протектор деген негізі қамқоршы деген мағынаны білдіреді әдетте. Сөйтіп Оливер Кромвель 1653 жылы парламентті таратып жібереді. Тағы да еске түсеміз, сонымен ұзақ парламент ол 1640-та шақырылды, 1653-ке дейін жұмыс жасаған. Кромвель парламент таратты, сөйтіп жаңа билік органы бұл кіші және немесе бір балдық парламент деген тағайындайды. Кейін реформалар өзгерістерге байланысты кіші парламент өзін таратады. Мына Кромвельдің шақырған Англияда басқару құралы деп аталатын жаңа конституция қабылданды. Бұл конституция бойынша жоғарыда жаулап алынған Ирландия, Шотландия, Англия оның бәрін жаулап алды ғой. Сол Англия, бұл осы Англия, Шотландия, Ирландияның Кромвель лорд протектор деп жарияланады. Және бұл лауазымды ол өмір бойына алуға тиіс болатын болып жарияланады. Ол біздерде мына жерде тұр. Сөйтіп өмірлік лорд протектор болып тағайындалды. Бұл 1654 жыл болған оқиға деп келеді бізде. Бұл жерге жазып қойсақ болады, оны 1654 жыл.
сонымен парламентті қуып таратты дейтін болсақ 1653, өмірлік лорд протектор болып тағайындалды дейтін болсақ, онда 1654 жыл. Бұл шындығында енді шынымен де бұл Оливер Кромвельдің бұл әскери диктатуралық режимі болып орнайды. Себебі оның жанында армия бар деп біздер айтқан болатынбыз. Әсіресе мына екі елге жасаған жорығы, оның Ирландияға жасаған жорығы және Шотландияға жасаған жорығы, плюс корольдің армиясын Нейсби түбінде жеңгендігі өте оған үлкен бедел алып келген. Сөйтіп кенеттен Кромвель, енді оның ойында қандай неше түрлі ойлар болғандығы біз білмейміз ғой енді. Сөйтіп 1658 жылы Кромвель өледі. Оның орнына баласы Ричард келеді. Ол тез арада жаңа парламентті шақыруға тырысады. Бірақ ол деген лордтар палатасының үлкен қарсылығына тап болады. Сөйтіп 1659 жылы бұл лауазымынан кетеді Ричард деген. Сөйтіп Англияда реформалар жүргізуге дәрменсіз екінші республика орнайды. Енді осы жерде оқушылар біздер мұқият боламыз. Жалпы Англиядағы республикалық кезең десе 1649-1660 деп біздер айттық. Ал енді бірінші республика дейтін болса, ол 1649-1659-ға дейін болады ғой сонда. 59 мен 60-тың аралығында тек қана бұл екінші республика өмір сүрген. Неге 60-ға дейін? Себебі 1660 жылы мына Стюарт әулетінің қайтадан реставрациясы болады. Яғни Голландияның территориясына қашып жүрген екінші Карлмен парламент деген ымыраға келіп, компромисске келіп, яғни Ричардтың билігін тоқтатады да, сонымен Англияда 1660 жылы абсолютті монархия қайтадан орнайды. Сонымен біздер оны әрмен қарай жалғастыратын болсақ, осылайша екінші Карл билікке келе салысымен, жаңа біз айтқан болатынбыз, сонымен ағылшын парламенті деген құпия келіссөз жүргізе отырып, мына Кромвель өлді 58-де, оның орнына баласы Ричард келді. Осындай бір алмағайып кезеңде, түсініксіз кезеңде парламент алады да, сонымен қысқасы екінші Карлмен келіссөз жүргізеді. Сөйтіп, шіркеудің пресбитерлік құрылымы қайтадан қалпына келтіріледі. Голландияның Бред қаласында иммиграцияда қашып жүрген мына бірінші Карлдың баласы екінші Карл, ол деген 1660-тан 85 жылға дейін билік құрады. Сол төңкеріске қатысушыларға рақымшылық жасау туралы уәде береді. Дін еркіндігі мен жерді сату және тәркілеуді бекіту туралы сөйтіп декларацияны жариялайды. Ол негізі кітапта жоқ, бізде ол Бред декларациясы деп аталады негізінен. Сосын енді екінші Карл деген осы мына айтылған көптеген уәделердің ішінде айтып келіп, ол деген әсіресе өзінің әкесінің өлтіргендерін кешірмейтіндігін жариялайды. Ақыры қысқасы ол Англияға келген кезде, 1660 жылы оның патшалық билігі қалпына келген кезде, абсолюттік монархия орнаған кезде, кейбір деректерде айтылады, Кромвельдің денесін қайтадан қазғызып алып, оның енді символикалық түрде басын шаптырып сөйтіп суреттейді. Кейін Кромвельдің ұрпақтарының барлығын қуғын сүргінге ұшыратады екінші Карл. Сөйтіп бұл өзінің өшіне алды деп айтады тарихта. Сөйтіп Англияда 1660 жылы екінші Карлдың келуімен Англияда абсолюттік монархия режимі қайтадан орнады. Бүкіл революциялық қадамдардың барлығы сонымен кері кетті, немесе босқа кетті деп айтуға болады. Сөйтіп екінші Карлдың саясатына наразы оппозицияның жетекшілері Нидерландыны үкіметінің басшылығына ұсыныс тастайды. Сөйтіп мына үшінші Вильгельм Аранскийді Англияға келіп, Англияны басқару туралы ұсыныс тастайды ғой. Және ол мынау бізде кілт сөз болып келіп қалуы мүмкін деп айтамыз. Яғни протестанттық еркіндікті қайтадан қалпына келтіруді сонымен сұраған. Себебі неге десеңіз, мына екінші Карл, одан кейін оның орнына келетін, қазір айтамын мен, екінші Яков деген бұл католиктік сонымен дәстүрлерді қайтадан тірілте бастаған. Осы кезде сонымен парламент мүшелері қайтадан өздерінің қателескендіктерін түсініп, Нидерландыға ұсыныс тастап, ол Нидерланды ол уақытта өздері өткен тақырыпта айттық, сонымен ол протестанттық мемлекет болатын, біріккен провинциялар деп аталып дедік. Бұл протестанттық еркіндікті қалпына келтіру үшін үшінші Вильгельм Аранскийді шақырады. Енді осы жерде ескерту оқушыларға, мына 1685-88 жылдары Англияның королі болған ол, мына екінші Карлдың інісі, бұл екінші Яков деген, бұл қазір кітапта бізде берілмейтін болған. Сосын ол жаңа қарап отырмыз, орысша кітапта беріледі екен, бұның қазақша кітапта беріледі. Сонымен екінші Яков деген бұл үшінші Вильгельм Аранскийдің қайын атасы болған. Яғни екінші Яковтың қызы Мария деген ол Вильгельм Аранскийдің әйелі болған. Бұл ақпарат тағы да қайталап айтамын, бұл жаңа база оқулығында қазақша кітапта жоқ, сонымен басыңызды ауыртпай ақ қойсаңыз болады. Бұл жалпы ақпарат сізге мына тақырыпты меңгеру үшін қосымша информация ретінде, ақпарат ретінде. Енді бізде келесі сонымен соңғы тақырыпшаға өтеміз. Даңқты революция және конституциялық монархияның Англияда орны болу. Осылайша үшінші Вильгельм Аранский Лондонға келіп кіреді, ол Лондонды алады, сол Лондонға келе жатыр деген хабарды естіген екінші Яков тағының бәрін тастап қашып кетті деп айтады. Үшінші Вильгельм Аранский сөйтіп келеді. Сөйтіп 1688 жыл Англияның тарихында
даңқты революция орын алады. Даңқты революцияған ешқандай қан төгіссіз, сонымен қайтадан үшінші белгілім былайша айтқан кезде мына парламенттің сонымен ойлаған мақсаттарын қайтадан жүзеге асыруға тырысты. Сөйтіп даңқты революция деген атауға ие болды. Себебі неге десеңіз, бұл қан төгіссіз орын алған, бұл мемлекеттік төңкеріс. Екінші Яковтың билігі кетті, яғни абсолюттік монархия құлады. Оның орнына сөйтіп 1689 жылдың басында үшінші вильгельм аранский құқықтар туралы бил деген жаңа бір құжат қабылдап, ол бойынша Англия сонымен конституциялық монархияға айналады. ол мына жерде тұр. 1689 жыл жаңа мемлекеттік жүйенің негізгі құжаты қабылданады. Ол құқықтар туралы бил деп аталады. Енді бұл құқықтар туралы билдің ішінде не туралы айтылған десеңіз, бұл мынандай: Англия парламенттік монархия немесе конституциялық монархияға айналады. Король елді парламентпен бірігіп басқаратын болады ендігі жерде. Сосын король парламенттің рұқсатынсыз заң шығара алмайды, салықтар жинай алмайды, әскер ұстауға, дін ісіне араласуға құқығы жоқ. Және осы құқықтар туралы билде тағы бір бекітілген құжаттардың бірі, яғни еркіндіктердің бірі, халық корольді орнынан алып тастауға, өзгерте алуға құқылы, сосын мұрагерлік тәртібін өзгерте алуға құқылы. Осындай деп жарияланған. Сөйтіп халықпен мына биліктің арасында үлкен компромистік жағдай орнайды. Сөйтіп Англия деген енді келесі заманға, келесі енді ғасырларға бұл конституциялық монархиялық ел болып қадам басады. Бұл қазір Англияның басқару жүйесі дәл осындай системаның жүйемен келе жатыр. Негізі мемлекеттің басшысы енді символикалық түрде король болып есептелгенімен, қазір ол Англия Ұлыбритания деп аталатын болса, оның құрамына біздер айтамыз, мына Англия, Шотландия, Уэльс және Ирландия кіреді. Ал егер енді Англияның өзі деп айтатын болсақ, жалпы осы басқару жүйесі бұларға үлкен бір тарихи сабақ болған. Енді оның тарихи маңызы ретінде айтылатын, енді ауызша айтып кету болады, оны қысқа. Англиядағы сонымен революцияның тарихи маңызы, жалпы осы оқиғалардың үлкен тарихи маңызы, Англия сонымен өзінің бір прогрессивті жолға түскендігін дәлелдеді. Өздерінің сонымен корольге де болса тіпті қарсы шығып, яғни өздерінің республикалық билікті орната алатындығын және конституциялық монархияны орната алатындығына осы оқиғалардың бәрі дәлел болды деп айта аламыз. Сөйтіп бұл Англияда болған оқиғалар әрине басқа елдерге әсер етпей қойған жоқ. Әрине монархтар өздерінің тақтары үшін қорқа бастады. Ағартушылық жалпы идеялары кейін осы Англияда тарала бастайды. Ол енді Францияға әсер етеді. Одан кейінгі тарихта сонымен тұңғыш мұхит асып барып құрылған ақш деген жаңа республиканың пайда болуымен аяқталды деп айтуға болады екен. Сонымен қысқаша осы оқушылар, сұрақтарыңыз болып жатса, төмендегі сонымен комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Осы жерге дейін сіздер тыңдап бір ой түйген болсаңыздар, баршаңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.